Ассалаумағалейкум бәріне, менің канал көрермендері. Осы екі ағалармен, Сұңғат Қайырболатпен осы ескерткішке келдік. Ашаршылық құрбандарына тағзым деген. В этом месте похоронены люди, которые пострадали от Голодомора в 20-30-е годы. И сейчас мы хотим продемонстрировать, показать, что происходит здесь на данном участке и какие нужны меры для того, чтобы улучшить данное место, потому что в данном месте есть минусы, которые надо устранять. Ну и Сұңғат, тебе слово. Армысыздар ағайындар, осы бүгінгі күні Сарыарқа қаласына келдік. Қазіргі павлодар келесі аптада 31 маусымда сондай күн болады. 31 маусымда мамырда. Енді міне қараңызшы, бүгінгі жағдай қалай болып жатыр. Мынаның барлығы шашылған. Мына жақта міне қараңдаршы. Шөбі тұр міне, ал тазаламай жатыр. Мына сынып жатыр міне. Қараңдаршы міне. Дұрыстап ие болып қарамайды. Қараусыз қалған. Міне орындықтары қандай. Сосын тағы да міне осы алдында ашылған кезінде осы міне екі столбың несінде жарық болған. Шам жанып мына жаққа қарай несін бекіткен болған. Міне бүгінгі дейін не осындай жағдай болып жатыр. Сосын енді ағайындар, енді міне осы мына жаққа барып көрсетейік. Осы жерде, осы зираттың қасында мына ескерткіші тұр. Енді оқып шығыңдар, қарап шығыңдар міне. Көп ашаршылық жасаған құрбандар ғой. Осы көпшілік қалада тұрып, осы жерімізді білмейді, қаланың шетінде тұрған. Өкінішті орай осындай үгіт насихат, ақпарат қала бойынша, облыс бойынша айта алмайды жерде. Енді мына жерге кіріп, ағайындар қарап шығыңыз. Көп кісілер өтеді осы жолмен, машинамен, автобуспен не болса да, мына жері, қай жері, не үшін, қай зират дегенде ешкім білмейді көбінесе. Сондықтан міне осы зират сол жылдағы ашаршылық мерт болған ағаларымыз, бабаларымыз, аталарымыз. Міне дәлел, міне барлығы несі тұр. Міне көріп тұрсыңдар, мына сынып жатыр, міне мына сынып жатыр, міне. Бұл енді ескерткіш нысаны болғандықтан, бұл негізі қараусыз қалып тұр ғой қазіргі кезде. Ол біздің тарихымыз, ертең бүгін біз өзіміздің тарихымызды сыйламасақ, құрметпесек, ертең болашақта осы барлығы қалап. Не болған, қалай болған, қалай қазақтарды қырған, қалай біз өмір сүргенбіз сол кезден бастап. Міне 100 жылдан бастап не уже өтті міне уақыт. Сондықтан ағайындар, әкімшілік ағайындар осы жерге келіп, бір дұрыстатқызып, осы 31 мамырға дейін барын дұрыстатқызу керек, арман қарай қолымызға алуын керекпіз ағайындар. Амандықпен сау болыңыздар ағайындар. Я хочу, раз мы начали говорить на русском языке, я хочу объяснить другим национальностям, да, которые проживают в нашей области, чтобы вы понимали и знали, через какие трудности, какие тяжести прошел наш народ. Многие из вас думают, что в период Советского Союза была хорошая жизнь. Вот вам доказательство. Вот эта дата, это первый голодомор, есть и второй голодомор. Наш народ прошел через 2 голодомора, вызванное в период советской власти. Когда говорят, что мы бредим о хорошей жизни, советской жизни, вот она. Вот наша жизнь, вот через что мы прошли. Это одна сторона. Другая сторона, мы говорим о Семипалатинском полигоне. В этом году 30 лет независимости Республики Казахстан. В этом году 100 лет, можно сказать, геноциду казахского народа, вызванное Голодомором. 35 лет восстанию в 1986 году в Алмате, желтоқсанские события. Невада семей закрыли полигон. Все эти даты в этом году круглыми датами. Это наша история.
И я хочу обратиться к властям нашим, чтобы именно вот эти вот события, которые непосредственно коснулись нашего народа, оповещалось и доносилось населению, чтобы все знали, через что прошел казахский народ, чтобы к нам обращались с уважением и с пониманием. И не говорили, что мы притесняем какие-то другие национальности. Мы просто хотим, чтобы нас, казахов, уважали и ценили нашу жизнь и нашу историю. Рахмет.